Мен Төлеубаева Алима Ерланқызы. Мен бестемін. Әкем менің қамқоршым, күнім дейтін, анам менің қолдаушым, тілім дейтін, әжем менің ақылшым, ойым дейтін, ағам менің бауырым, жаным дейтін. Бұл менің бақытты отбасым. Әже, сіз не істеп жатсыз? Мен ұршық үйіріп жатырмын. Үлкендер, баяғыда үлкен әжелер, аналарымыз осылай ұршықты үйірген жүннен, қойдың жүннен, түйенің жүннен, осындай ұршықты үйіріп, жүн қылып, тоқып, жаңағы қолғап, шұлық, киім, неше түрлі тоққан. Рахмет, әже. Анашым, сіз не істеп жатсыз? Мен құрт жасайын деп жатырмын, қызым. Құрт жасаған кезде әрқашан тазалық керек, сол себепті біз алдымызға алжапқыштар алайық. Мынау бақ қызым сүзбе құрт деп аталады. Бұны ашытылған сүттен дорбаға сүзіп, сүзбені сүзіп алғаннан кейін тұз салып сүзбе құрт жасайды. Құрт өте бай, дәруменге бай, жақсы керемет тағамдардың бірі. Кел сен жасауға үйрене ғой. Бұлай қылып сүзбені сығып, құртты сықпа құрт жасаймыз. Содан кейін оны мынандай шыптаға салып, кептіреміз. Кепкен құртты дорбаға салып, әлде кептіріп, оны тағам қылып, үстелдің үстіне мінекей мынандай құрттарды дайындаймыз, қызым. Рахмет, анашым. Әкешім, сіз не істеп жатсыз? Мен ағаңа қамшы өруді үйретіп жатырмын. Қамшының сабы тобылғыдан болады. Қамшының өзінің малдың терісінен жасайды. Бұл ертең жылқыға мінгенде, мал баққанда қамшы керек болады. Қамшының ұзын қамшылар болады, қысқа қамшы болады. Яғни сабы тобылғы дегеннен жасалады. Бұл тобылғы сайда өседі. Жасыма қызым? Рахмет, әкешім. Отбасы сайысына қатысайын деп жатыр. Қызыңызға батаңызды беріңіз, ақ жол тілеп жіберіңіз. Жарылқа Алла қабыл ет, жарылқаудың қамын ет, не тілесе әзір ет, айдан аман ет, жылдан есен ет, жортқан сайын жолы болсын, қыдырата жолдасы болсын, немеремнің дені сау болып деймін. Аман есен, ортамызда ойнап күліп, гүлдей жайнап өсе берді. Айтқаныңыз келсін. Нұр жаусын. Айтқаныңыз келсін, әже.